Ассаламу алейкум, құрметті менің шеберлерім, сіздер шебер перизат каналындасыздар. Сіздермен бүгін пайдалы сабақ болады. Яғни қазіргі таңдағы хит қажеттілердің астарын негізгі матамен қосып тігудің екі әдісімен сіздермен бөлісетін боламын. Каналыма әлі тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп алыңыздар. Ал енді бастайық. Ең алдымен осылай екеуін бірдей етіп қойып аламыз. Және де қолтық ойындысы бар емес пе? Осы қолтық ойындысын мінекей мына жерде көрініп тұр. Осы жерді айналдыра тігіп алуымыз керек. Алдын мінекей осы жанын алдын бөліп тігіп аламыз, және де екінші жерінде дәл осылай екінші қолтық ойындысын және алдын қосып тігіп алуымыз керек ең алдымен. Мінекей қыздар, біз шеттерінің бәрін айналдырып тіктік, тек мынау иықтың тігісін қалдырдық. Және де мойын қолтықты тіккен кезде қолтықты былай қиып алуымыз керек екі жағында. Ал мынау алдының мынандай бұрышын осылай қиып тастаймыз. Қазір оң жағына аударған кезде жаңағыдай мына жер қалың болып тұрмау үшін. Мінекей астында мына жерде кішкене ғана тесік қалдырып, бізге қазір ол керек емес. Бізге міне алдың алды, мынау арқасы, көрдіңіздер ме? Мына жер ашық тұр. Мінекей енді мына алдының тігістің ортасымен мына тігістің ортасын дәл келтіреміз. Осылай осы жерде былай қосамыз. Қазір қосамыз. Енді қыздар мінекей осылай тігіс жүргізіп тігіп аламыз. Үстінен бір тігіс жүргіземіз. Қазір мына жерді мен қазір инемен қыстыра тұрайын сіздерге түсінікті болу үшін. Енді мына екінші шекті тұр ғой. Мына иығымыздың оң жағы дейік, мынау сол иығымыз дейік. Мынаны да солай ашып аламыз. Мүмкін болса тігістерін үтіктеп алсаңыздар да болады. Бірақ мен қазір сіздерге көрсету үшін мінекей осылай тігісті дәл келтіріп инемен қосып қоямыз. Сөйтеміз да сөйтіп мына жерді сәл дұрыстаймыз да былай түзу тігіспен тігіп шығамыз. Мінекей тігіп алдық, енді мына бұрышын қиып тастадық. Бұны оң жағына аударған кезде біздің жағымыз иығымыз көрдіңіздер ме? Екі иығымыз әдемі болып шықты. Енді жаңағы астына кішкене тесік қалдырып едік қой, сол жерден ішке кіреміз да енді мойынның арқа жағын мына жерге тіге саламыз, қосылып, сонымен біздің тігіп шығамыз. Осымен біздің қажет киіміміз астарланып дайын болды. Мінекей астындағы ең соңғы тігісті осылай тігіп қайырып қойып тіге саламыз. Егер де сіздерде мынандай астында жаңағыдай жалғанған мата болмайтын болса, ол кезде жай әшейін өзін былай қайырып осы тесікті бекіте салсаңыздар болады. Өмірлеріңіз мәнді, тігістеріңіз сәнді болсын, пайдалы болса лайк басып қолдап кетіңіздер. Келесі видеода екінші әдісімен бөлісетін боламын.